Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз пароль сенімділігі. Балалар, пароль дегенді қалай түсінесіздер? Қандай пароль сенімді деп ойлайсыздар? Енді бүгінгі сабақта үйренетініміз браузерді баптау құралдарын қолдану, сенімді пароль құру критерийлерін айқындау. Қандай браузерді білесің? Браузер қолданушының таңдауы бойынша қарапайым мәтіннің, видеолардың немесе суреттердің экранда бейнеленуін және олармен байланысқан басқа файлдарды іздестіруді қамтамасыз етеді. Кеңінен тараған браузерлерге Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome және тағы басқалар жатады. Кез келген браузерді интернеттен тегін жүктеуге болады. Мысалы, ең көп қолданысқа ие Google Chrome браузерін интернеттен көшіру үшін мына әрекеттерді орындау керек. Google Chrome сілтемесін іске қосамыз, жүктеу батырмасын басамыз. Google Chrome қызмет көрсету шарттарын қабылдау ретінде шартты қабылдау және орнату батырмасын бас. Көшірілген қосымша, яғни Chrome сетюк автоматты түрде компьютердің жүктеулер бумасына түседі. Тінтуірмен 2 рет сол қосымшаның үстінен шертіп, компьютерге орнатамыз. Орнатылған браузер автоматты түрде ашылады. Пароль деген не? Біз компьютерімізді, ұялы телефондарымызды бөгде кісінің қолдануына жол бермес үшін өз паролімізді орнатамыз. Пароль ақпараттарды қорғауға арналған құпия сөз немесе таңбалар жиыны. Сенімді пароль құру критерийлерін айқындау. Сен өз электронды поштаңа қандай браузер арқылы кіріп жүрсің? Қазіргі таңда әлеуметтік желідегі парақшама кіре алмай қалдым. Біреу менің поштамның паролін бұзып тастапты деген сөздерді жиі естиміз. Сондықтан сенімді пароль критерийлері болуы шарт. Бірінші, пароль тым қысқа болмауы керек, себебі оны оңай бұзуға болады. Екінші, ең көп қолданатын парольді пайдалануға болмайды. Үшінші, пароль тек пайдаланушы туралы жалпыға қол жетімді ақпараттан тұрмауы керек. Әлеуметтік желідегі парақшамыз немесе поштамыз қауіпсіз болу үшін сенімді пароль орнатуымыз керек. Бұл жеке деректерімізді қорғауға, хаттардың, файлдардың құпиялығын сақтауға, басқа да материалдардың құпиялығын сақтауға мүмкіндік береді. Өзгенің паролін бұзып, ондағы ақпараттарды қолдану құқықтық жауапкершіліктің бұзылуын білдіреді. Интернеттегі және кітаптағы ақпараттардың өз иесі, яғни авторы болады. Сондықтан ақпараттарды рұқсатсыз пайдалануға болмайды. Міндетті түрде заңмен қорғалады. Балалар, біле жүрейік, парольде кемінде 8 таңба болуы керек. Бұл әртүрлі әріптер, сандар және басқа да таңбалар болуы мүмкін. Пароль қойғанда бөгде адамдармен келісуге, ақылдасуға болмайды. Себебі пароліңді өзің ғана білгенің абзал. Міне қызық балалар, 2012 жылдың маусым айында интернет қолданушылар белсенді қолданатын ең сенімсіз парольдің тізімі жасалды. Тізімде бірінші орында паспорт атауымен қойылған пароль, екінші орында 1, 2, 3, 4, 5, 6 паролі иеленген. Енді тапсырма орындайық. Мына тапсырманы ізденіп орында. Мәліметті оқып, я немесе жоқ бағанына мына белгіні қой. Ол мәліметтер парольді орнатудың өз талаптары болады. Я ма, жоқ па? Пароль кемінде 8 таңбадан көп болуы керек. Пароль қойғанда басқа адамдармен келісуге, ақылдасуға болады. Жариялап қойған дұрыс. Пароль құрамына әртүрлі әріптер, сандар және басқа да таңбалар қолданылмайды. Келесі тапсырма ойланып жаз. Берілген сөздердің анықтамасын құрастырып жаз.
Ол сөздер: браузер, пароль. Жасырын сөзді тап. Әрбір суреттің бірінші әрпін пайдаланып, сөз құрастыр. Табылған сөзбен сөйлем құрастыр. Сұрақтарға жауап берейік енді. Браузер деген не? Ол не үшін қажет? Интернеттен браузерлерді қалай көшіруге болады? Қандай сенімді пароль критерийлерін білесіңдер? Келесі тапсырманы талдап салыстырайық. Цифрлармен берілген сөздерді жаз және оқы. Бұл терминдермен таныссың ба? Талдау жаса. Компьютерде орындайық. Күнделік кезет, Google кезет сайттарының компьютеріндегі браузердің бет белгісіне қос және тарихын тексер. Қандай парольдерді сенімді деп санайсың? Қандай жағдайларда пароль қоямыз? Өз ойыңды мәтіндік редакторда теріп жаз. Балалар, бүгінгі сабағымызды бағдаршам арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.